қонақтар, ғалымдар, сіздердің зор қошеметтеріңізбен 10-шы халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумын ашық деп жариялаймыз. Осында отырған біздің үлкен іс-шарамыз жайдан жай пайда болған жоқ. Осыдан 10 жыл бұрын үлкен 3 университеттің, 3 мемлекеттің арасында пайда болған үлкен іс-шараның бір бөлігі деп біз қарастырамыз. Аталмыш іс-шара Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Ниде Өмір Хализдемир университеті, Түркия, Баку Евразия университеті, Әзербайжан бірлесе отырып ұйымдастырылып отыр. Сол себептен бір қол шапалақтарыңызды ұрып қойсаңыздар. Келіп отырған қара шаңырақ 1944 жылы салынған болатын. Осы уақытқа дейін негізі қаланып, 70 мыңнан астам ауыл мектептеріне мұғалімдер дайындап бердік. Осы тұрғанда біздің университетіміз Орталық Азияда баламасы жоқ, қыз балаларды ғана оқытатын білім ордаларының бірі ғана. Түлектеріміздің арасында қоғам қайраткерлері, ұлағатты ұстаздар, еліміздің зияткер қауымын құрайтын құрметті азаматшылар өте көп. Олардың әрқайсысын біз мақтан тұтамыз. 14-15 маусым Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде 10-шы халықаралық түркі әлемін зерттеу симпозиумы болып өтті. Жыл сайын түбі түркі жұртының басын қосып, Түркияның Ниде Өмір Хализдемир университеті, Қазақстанның Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, Әзербайжан Республикасының Баку Евразия университеттерінің ұйымдастыруымен өтетін алқалы жиын биыл да жоғары деңгейде аталып өтті. Түркі әлемінің тіл, әдебиет, тарих, өнер, рухани құндылықтар мен әлеуметтік, экономикалық, халықаралық қатынастар саласында зерттеуді қажет ететін мәселелерді бірлесе шешуді мақсат тұтқан симпозиумның ашылу салтанатында Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек құттықтау жолдап, симпозиум тарихы мен маңызына тоқталып өтті. Құрметті зиялы қауым, ғалымдарымыз, қадірлі әріптестер және білім алушылар. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде Ниде Өмір Хализдемир университеті, Баку Евразия университетімен бірлесіп ұйымдастырылып отырған 10-шы түркі әлемі зерттеулері симпозиумына қош келдіңіздер. Жыл сайын жүйелі түрде ұйымдастырылып келе жатқан атаулы ғылыми іс-шараның маңызы мен дәрежесінің биік екендігі дәлелденді. Әрбір жүрегі түркі деп соққан ғалымдардың басын біріктіретін ғылым кеңістігіне айналды. Симпозиум аясында дәстүрлі түрде серіктес университеттердің білім алушылары тарапынан 2014 жылдан бері ұйымдастырылып келе жатқан түбі бір түркіміз фестивалі өтті. Түркі әлемінің мәдениетін тоғыстыратын фестивальда қазақ, түрік, Әзербайжан елінің ән мен жыры, күй мен биі орындалды. Түркі әлемінде іргелі зерттеулер жүргізіп жүрген ғалымдар сессиялық отырыстарда бас қосып, түркі тілдес елдердің жазу тарихы, көркем шығармадағы аударма мәселесі, ғұрыптық рәсімдердің лимга мәдениеті, латын әліпбиі, музыка, хореография саласындағы ерекшеліктері, сақтардың діни сенімдері, түркі әлемі мен бұқаралық медиа, түркі тілдес елдердің білім беру саласындағы ынтымақтастық жайлы күрделі зерттеулер талқылады. Жабылу салтанатында симпозиумның биылғы қарары бекітіліп, келесі жылы 11-ші халықаралық түркі әлемін зерттеу симпозиумы Әзербайжан Республикасы Баку Евразия университетінде өткізіледі деп бекітілді. Симпозиумға қатысқан барша ұйымдастырушылар мен фестивальға қатысушыларға алғыс хаттар табысталып, үш ел университеттерінің басшылары бір-біріне ынтымақтастықтың белгісі ретінде естелік сый-сияпаттарын табыстады.
Бүгінгі симпозиумның егер біле білсек, мәні де маңызы да зор. Өйткені қазіргі жағдайда бірімізбенен тілдестіретін, жақындастыратын, ұғыстыратын ең керемет. Бүгінгі таңда тәуелсіздіктің арқасында мынандай керемет етіп симпозиум өткізу ол оңай нәрсе емес. Бір емес, үш мемлекеттің басын қосып сөйтіп отырған. Қазақ айтады ғой, өткенді еске алу өскендіктің белгісі, өткенді ұмыту ол өшкендіктің белгісі. Біз Құдайға шүкір өшкендік емес, өскендігіміздің, ірлегеніміздің шын нағыз түркі тілдестердің бірін-біріне жақындастыруы, адам баласының ең жақсы керемет нәрсесі осы аралас қорыластығынан. Қазақ не үшін айтады? Ағайын ай араласпаса жат, жекжат жыл араласпаса жат деген. Міне біздің жат емес, nağız tuğuz, nağız tübümüzün bir ekendігін осылардан көрсетіп жатыр. İlk olarak 2014 yılında başlattığımız Türk Dünyası Çalışma Sempozyumumuz bugün. Симпозиум алғаш 2014 жылдан бастау алды. Биылғы 10-шы халықаралық түркі әлемі симпозиумы Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінде өтіп отыр. Біз оған өте қуаныштымыз. Мақсатымыз түркі мемлекеттерін, түркі бауырларымызбен бірге ғылыми, мәдени салаларында ортақ тарапымызды табу. Бұл шараны ұйымдастыруда Ниде Хализдемир университеті әрдайым қолдау көрсетіп келеді. Келешекте ары қарай осы мақсатымызды жалғастырамыз деген ойдамыз. Bu simpozium bütün Türk dünyasını Алматыдағы 10-шы түркі әлемі зерттеушілердің симпозиумы барлық түркі халықтарын, түбі бір түркі мемлекеттерін бір араға жинаған экономикалық, ғылыми, саясат жағынан өте маңызды шара. Түркі әлемінің халықтарының ғасыр басталуына үлкен себепші, және бұл біз дәстүрді жалғастыруымыз қажет. Симпозиумның бастауы алдыңғы қатар әскері ретінде зерттеушілеріміз шығып, Ниеде Хализдемир университетінен бері жолға шықты. Мақсатымыз түркілердің мәдениетіне, дәстүріне, географиялық жерлеріне, халқымыздың әрбір ұлтының келешегіне назар аударып, олардың игі істерін, ниеттерін шындыққа айналдыру. Түркі халқының проблемаларының шешімін табуға қолдау көрсету. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетіне рахметімді айтамын. Ерекше бір университет. Себебі қыз, әйел ол ана, мемлекетіміздің қорғаушысы, ұмай анамыз. Әйел ол тек бір істі ғана емес, бірнеше істі жүргізе алады. Университеттің қызметкерлері, ректорлары ауысуы мүмкін, бірақ мақсатымыз өзгермейді. 80 жылдық тарихы бар университет 3 немесе 5 жылдан кейін Нобель сыйлығын алады деген сенімдемін. Іс-шара аясында симпозиум қонақтарына Қазақстанның мәдени, тарихи жерлерімен таныстыру мақсатында Алматы облысының туристік аймақтарына саяхат ұйымдастырылды.